Қорғаныстар бірінші бөлім. Кино басында өте бақытты отбасы туған күн атап барлығы ұйқыға кетеді. Және осы кезде олардың есік алдынан сыртынан қорған ретінде қойып қойған қоңыраулар шылдыр еткенде әкесі атып оянып тіпті басқаларын да оятады. Барлығы жанталасып, тезірек қашыңдар, сыртқа қарай қашыңдар, жертөлеге барып тығылыңдар деп. Солай барлық бала-шағалар жертөлеге қарай қашады. Ал анасы, әкесі мылтығын алып дайындалады. Бұл неше жылдан бері істеп жүрген қас жауы десек болады. Бұл отбасының қас жауы, яғни бұл отбасының анасының бұрынғы күйеу жігіті болған екен. Руфат деген оның әйелін тартып алған, яғни 2 жас қосылады. Осы 2 жас қосылғаны сол үшін, осылардан жағы кек алу үшін, осы әйелден кек алу үшін балалары болса да неше жылдан бері іздеп қуғын сүргінде өмір сүрген. Осылайша балалары барлық қауіпті алдын ала біліп, және анасы барлық балаларымен қоштасып, барлық балаларын жертөледегі құдыққа көмеді. Ешқайда шықпаңдар, өтінемін, осы жерде қалдып. Тіпті үлкен қызына, сен балалардың ендігі кезек анасың, ешқайда шықпа деп барлығына жылап қоштасып, өзі әлгі жексұрынға барады. Ол жексұрын кезінде осы қызды қорлаған екен, менің қалыңдығымдың деп. Десе де, зорласа да, өзінің сүйген ғашығы Руфатқа барады. Бұл оның күйеуі қанша жерден әйелін басқа біреуден қорласа да, өз әйелін сүйіп, 6 баласы бар. 2 ұлы, 4 қызы бар. Осы жерде қинап жатады. Мен сендерді тозақтың отына жіберем. Тіпті қазір екеуіңді де бірге тозаққа жіберем. Артыңнан балаларыңды жіберем деп. Сондай айқай шу болып жатыр осы жерде. Бұл кино өте қызықты екен. Өз басым жүрегім ауырып көрді. Соншалықты қатыгез болуға бола ма? Тіпті кек дегенде де ұмытып кетуге болады ғой. Ал мына арсыз әлі күнге дейін кегін ұмытпаған. Бұл жас кезінде Руфат екеуі бала. Әйелдің аты Бала болады. Руфат пен Бала жас кезінде кездесіп ғашық болған бір-біріне. Бірақ бұл қашықтықтарына шыдамаған кек алушы әлгі арсыз екеуінің ортасына түсіп, осы жерде еріксіз екеуін екі жаққа алып кеткен екен. Бұл байдың баласы болуы мүмкін. Өйткені адамдар бар, баскесер баланы сүйреп көлігіне апарып, оны басқа үйге апарып, және қорлық көрсетеді. Және Руфатқа ендігі жерде сенің аяғыңды сындырамын, өлтіріп кетемін деп кәдімгідей угроза жасайды. Ал мына жерде баланы қорлап жатқанын көрсетеді. Бұл баланың тұңғыш қызы осы қорлаған адамнан болу керек. Руфат пен Балаға айтып жатыр: сендер кімсіңдер, ақымақсыңдар ма? Мені кім деп ойладыңдар? Мен қанша жыл өтсе де, мен еш уақытта кекті ұмытпаймын. Мен сендерге қаншалықты қалай жаза беретінімді көрсетемін дейді. Бұлардың осындай тұруына Зылиха деген қыздары себепкер болады. Осы қызының бір сүйген жігіті болады, ізінен қалмай аңдап жүріп, ақыры Зылиханың тұратын жерін, әке-шешесінің тұратын орындарын айтып берген. Сол үшін де бұл ақымақтар, азғындар осы үйді тауып алды. Солай барлық адамнан кек алып, өш алып, барлығын қырып, жойып, барлығын өлтірді. Руфатты да өлтіріп тастады, анасын да өлтіріп тастады. Бір уақытта әке-шешеден айырылып қалды балалар. 6 бала жетім қалды. Ал мұнда мен әкеме барам, шешеме барам, оларды құтқарам деп ұлдары жатыр, айқайлап жатыр. Ал оны әпкесі тыныштандырып жатыр. Жетер тиеш, бауырларың үшін тынышталуың керек дейді. Бірақ сонда да қоймай, ақыры есікті балғамен ұрып тарсылдатып, осы жерде тарсылдатқан кезде сырттағы баскесерлердің біреуі естіп, қолына қолшаммен осы жерге келе жатыр. Ал бұлар уже шықты. Өйткені мен барамыз, әке-шешеме барамыз деп тыңдамай жатыр. Шыққан бойда алдынан баскесер шығады. Бұл жас бала ешқандай себепсіз ол нәрсені ұрып өлтіріп тастайды. Ал мұнда әлгі баскесердің бастығы осы жерде үйдің ішіндегі отбасылық семьяның суретін тауып алды. Және 6 баласы бар екенін білді.
Ал мында Зылиха әке-шешесінің өлі денесін көріп тоқтап жылап қалды. Тіпті оның артынан ағасы келді, ол да тоқтап тұрып жылап қалды. Одан кейін әпкесі, үшеуі де барлық шындықты білді. Әке-шешесінің ендігі жерде не болғанын көрді. Осылайша не істерлерін білмей, әлгіде орманның ішінен қарап тұрады. Сосын барып артынан бәрі жақсы болады, жүр кеттік, бауырларың үшін оларды біз қорғауымыз керек дейді. Осылайша бауырларын алып қашуға тырысады. Ал орманның ішінде қашып бара жатқан Зылиха өзінің жігітінің биті Көкпек осы жерден көріп қалады жігітінде. Өте қызықты жалғасы бар.